баарына сәлем достар, қалайсыздар? Достар, көп видео түсірмегенім үшін кешірім сұраймын. Қолым босамай кетті, және ерініп кеттім дегендей. Ал енді бүгін сіздерге жаңа сериал түсірейін деп отырмын. Бұл сериалдың аты блогер деп аталады. Яғни бір қыз болады, сол қыздың өмірін көрсетеміз десем де болады, қалай дамығанын көрсетемін десем де болады. Ең алдымен бастамастан бұрын тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Кеттік. Дайындап қойдым, қазір қызым да келіп қалатын шығар. Мама, мен келдім. О, қызым, келдің ба? Бірінші күнің қалай өтті мектепте? Я, өте күшті өтті. Бар, киіміңді ауыстырып, қолыңды жуып, сөйтіп кел. Сенің сүйікті тамағыңды істеп қойдым. О, мама, рахмет сізге. Как раз шаршап тұр едім. Мамадан сұрап алмасам, менің анандай блогер болғым келеді. Блогер болған өте күшті. Көп ақша табам ютубтан. Тағы да менде анандай штатив, анандай лампа, кольцевой лампа, солар керек, микрофон керек. Как раз мама маған мектепте бір нәрсе алып жейсін деп ақшалар береді. Солардың бәрін сақтап қойдым. Уже көп ақша болды. Вот. Ал енді тез нетіп, менде тіпті екі рабочий стол бар. Біреу не істейтінді как раз білмей жүредім. Біреуіне анандай монтаж жасайтын дегендей, біреуіне сабақ оқимын. Вот. Ал көп сөйлемей киімді ауыстырайын. Так, ал енді қандай киімді кисем болады екен? Мен мына киімді өте көп киіп қойған секілдімін. Ендеше бүгін мынаны киейін. Шаршап кеттім ғой. Барып, қазір шай ішіп отыр, мамадан сұрайын, рұқсат берсе екен. Ал қызым, ас болсын бізге. Кел, шай қойып берейін. Ал, мама, мен сізге бір нәрсе сұрайыншы? Сұрай ғой. Анандай блогер болсам, сіз қарсы болмайсыз ба? Блогер несі? Ол қандай не? Анандай видео түсіреді ғой, анандай бір заттарын үйін таныстырып, обзор жасап, асмыр, сондай челлендждер, влогтар дегендей нәрселер түсіретін адам. Сөйтіп ютубтан өте көп ақша табатындар. Ой, бір не қыласың оны? Блогер деген оны болмай-ақ қой, сабағыңды оқы одан да. Маған да мұғалімдердің жауабы келіп жатыр ғой. Қызыңыз мүлдем дайындалмаған, мынау деп. Ой, бір мама, өтінен болайыншы. Болмай-ақ қой. Ол ертең саған нан алып келе ма? Кітап оқы одан да сен. Ой, сосын двоечник боласың ғой, рұқсат бермеймін, кешір. Мама, өтінем, түсірейінші. Сіз рұқсат берсеңіз түсіре берем. Сондықтан сол кезде ютубта тапқан табысымды сізге беретін боламын. Ой, бір қойшы. Мұғалімдердің жауабы келіп атса, мынаны қараш, түсірмейсің дедім ба, түсірмейсің, болды. Шайынды іш, көп сөйлемей. Мама, өтінем, түсірейінші. Жарайды, түсірші ал. Бірақ сабаққа көңіл бөлуді ұмытпа. Қазір шайын ішіп болғаннан кейін сабағыңды оқисың, сөйтіп не істесең де өзің біл. Мен тексерем, сабағыңды оқисың, оқымасаң телефоныңды алып алам. Жарайды. О, рахмет, мама. Сен самый лучший мамасың. Вот көсілмей шайын іш. Вот, мама, мен бодым. Тағы ішпедің ба, қызым? Боды тойдым. Ана канал соларында түсіре бермей, сабағыңды оқы дес. Жарайды.
Мамамның айтқанын жасайын, тез-тез сабағымды оқып тастайын. Так. Бірнеше уақыттан соң. Сабағымды оқып болдым ғой. Міне мына кітаптарды салып алайын. И обязательно күнделік салып алайын. Мама, сабағымды оқып қойдым. Жарайсың. Қазір тексерем. Так, ютубтан канал ашып бастайын енді. Каналымның атын қандай қойсам болады? Жұлдызайдың әлемі десе. Жоқ, болмайды. Ол бітілі ат қой. Мүмкін... Білем, жұлдыз әлемі деп қояйын да. Қазір о аттар хит болып кетті ғой. Давай сол етіп қояйын. Так, каналымды қойдым, абасын ауыстырдым, есін ауыстырдым. Енді видео түсіріп бастау керек маған. Күшті дамып, атақты блогер, танымал блогер болғым келеді, иншаллах. Енді так, мына сөмкеме салайын тәттілерді. Қазір мен сумкама обзор жасайтын боламын. Бір маған тағы бір телефон қажет. Кімнің телефонын алсам екен? Мамамдыкін алайын, содан кейін ана видеоны өзімнің телефоныма көшіріп ютубқа салам. Монтажда обложкасын жасап. Давай сетейін. Мам! Сұрап алдым. Ал енді түсіріп бастайын. Мына жаққа тіреп қойайын телефонды. Телефонды салып алайын. Вот. Ал ендеше бастайын. Обзор жасап. Барлықтарына сәлем достар. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Және де бүгін мен сіздерге ютубтан ең алғаш видео түсіріп жатырмын. Бұл мен ең алғашқы видео. Менің сөмкемде не бар? Яғни менің бұл сөмкем, күлгін сөмкем. Бұны маған анам сатып алып берген. Анандай мектеп құралдарын алған кезде сатып алып берген. Вот. Бүгін сіздерге ішіне обзор жасап, не бар екен түсіремін. Ендеше видео бастамастан бір лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерді қаттырақ жақсы көремін. Алдағы уақытта көп влогтар, челлендждер, обзорлар, сондайлар түсіретін боламын. Ендеше көп созбай бастайық. Бұл менің сумкам. Міне осындай күлгін. Ішінде мынандай біріншісі осындай күнделік. Міне осындай күнделік. Осындай кітаптар. Мынау ағылшын. Мынау анандай не? Математика, қазақ тілі, Қазақстан тарихы. Ал ендеше ең қызық заттар. Ол бізде мынау менің телефоным. Міне мынау менің телефоным. Мынау пеналым. Біріншісі ол менің телефоным. Және де менің пеналым. Бұл жерде сызғыш, ручка, карандаш деген өшіргіш, ұштағыш дегендей заттар. Мынау сок. Сабаққа ертең шыдай алмауым мүмкін. Өйткені өте көп сабақ. Ал мынау шоколад. Мен шоколадты өте қатты жақсы көрем. Ал мыналарды салайын. Болды, осымен менің обзорым аяқталды. Достар, осымен обзорым аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Пока. Ал енді монтаждап салайын видеомды. Қазір мұна телефонға көшіріп алайын да монтаждап обложкасын жасап салайын ютубқа. Так, монтаждап болдым, обложкасын жасап болдым. Енді салайын ютубқа. Өте тез салынып жатыр ғой.
мына уже салынды. Ал енді телефонымды бір жерге қойып қояйын. Біраз уақыттан кейін қанша просмотр болғанын көрем. Оған шейін ұйықтап алайын, шаршап кеттім. 1 сағаттан кейін. Қанша просмотр болыпты көрейінші. Мәссаған! Мә, күшті ғой. Мұнан неге күшті ғой? 10.000 просмотр болса. Мәссаған, енді мен осылай дамып кететін шығарым. Вау, 10.000 просмотр, еще 1000 лайк екен. Мәссаған. Енді жалғастырып түсіре берейін.